саламатсыздар ма? Бүгін бізде мынандай ситуация болып тұр. Менеджер предоплатасын қазір тіркеу бойынша сіздерге көрсететін боламын. Ең алдымен ситуация қандай? Ситуация бізде стажер Сахова Хансұлу, Сахов Оралхан деген оқушылардың ата-анасынан предоплата алған. Предоплата суммасы сіздерге көрсетейін. Ол бізде 3000 теңге голд арқылы алынған. Яғни осыны тіркейміз. Ең алдымен админкадағы тіркеу жаңа төлемге кіріп, телефон номер бізге ата-ананың телефон номерін қойсақ болады. Қоямыз. Сумма бізде 3000 теңге. Валюта теңге. Шот бізде қалан кезет Каспий шоты болып табылады. Не арқылы төленді? Бізде бұл Каспий Голд, яғни Pay таңдаймыз. Енді қараңыздар, кім арқылы деген жерге робы белгілейміз. Робы бізде Таянхан болады. Өйткені стажер ғой, алғашқы 3 сатылымнан кейін ғана аккаунт ашылады. Енді қараңыздар, төлем уақыты бізде бір қызығы 25-нен бастап ашылады. Ал бізде төлем 24 алынған, яғни тіркелмей қалып кеткен бір күн. Біз бұны тіркеу үшін алдымен сілтемедегі датаны, яғни 25.06.24 деген жерден біз уақытын күнін 25-не өзгертіп, яғни 25-і 9-да тіркеген секілді тіркейміз уақытша. Сілтемені қоямыз, төленген датаны 25-ін таңдап, кешкі 9-да таңдаймыз. Енді қараңыздар, бұл жерде Сипони менеджер өзі автомат негізі қояды. Бізде пока осылай қойсаңыздар болады. Амосрем сілтемеге біз оқушының жалпы стрем сілтемесі дейді ғой, ата-ана номермен. Соны қоямыз қазір. Так. Данылар бір қарап, осы сілтемені аластарды. Амосрем қоямыз. Енді қараңыздар, жазылым құрастыру керек па дейді. Жалпы бізге жазылым құрастыру керек па? Негізі бұл ситуацияда жоқ, себебі бұл тек қана предоплата болып тұр. Яғни ата-ана осының үстіне доплата төлеп, курсты сол кезде ғана жазылым құрастырылады. Пока біз 3000 теңгені менеджердің атына қоямыз, сол бойынша жазылым құрастырмаймыз. Сонда галочканы алып қоямыз. Яғни біз одан кейін сізге ағылшын ба, журнал ма, математика ма, яғни қандайға төлем төлеп жатсыз, соны енгіземіз. Бізде математика курсқа сақтауды басамыз. Енді қараңыздар, біз ата-ана номерін алайық. Бұл жерден біз қараңыздар, жазылым құрастырмайтындар бар ғой бізде. Соны сіздерге, яғни жазылым жоқтар. Жазылым жоқтарды басамыз, номерді енгіземіз. Так, енді қараңыздар, бізде предоплатаны тіркеп қойдық, бірақ бізде чектің уақытын біз өзгерттік қой. Енді соны обратно бізге қайттан өзгертер. Ол үшін не істейміз? Ол үшін математикалық курс жазылым деген жерден біз төлемдерді, яғни жазылымы жоқ төлемдерді таңдап аламыз. Датасын біз қай дата тіркедік? 25-ін тіркедік қой, 25-ін таңдаймыз. Енді осы жерден біз лотты басып шығарамыз. 25 күні толық төлемдер бізге шығады. Шықты. Енді біз менеджер кім дедік? Менеджер біз Таянхан дедік. Енгіземіз. Енді қараңыздар, бізде суммасын қараймыз. Біз енгізген міне, дұрыс па? Сағат 9-да 25-те алды Каспий Pay арқылы 3000 теңге. Біз осыны қайттан өзгерту керек. Қалай өзгертеміз? Ол мен батырмаларды көрсету қажет пе дегенді галочка қоямыз. Осы жерде өзгерту деген түрмен қараңыздар. Өзгерту дегенді басып, өзгертуге сұранымды басайық. Өзгертуге сұранымды басамыз. Осы жерден Каспий сілтемесін өзгертеміз. Яғни Каспий сілтемесі изначальный датасы бар ғой біздегі. Былай істеймін, 24 тұрған. Осы сілтемені алып қоямыз. Мына жерден де 24-ін таңдаймыз. Сақтауды басамыз. Енді қараңыздар, тіркеу өзгерту төлемге басып, төлемдерді таңдап, жаңа деген таңдаймыз. Енді менің атымда шықты, Қалимарлен деп. Дата өзгерді, сілтеме өзгерді, осыны сақтаймыз, қабылдаймыз. Енді жаңартып жіберейік. Жиырма төртін іздейміз, өйткені бізге өзгерді ғой, 24-ін чектерін іздейміз, қараңыздар. 24-ін чектері шықты. Осы жерден 3000 теңге, бізде 3000 теңге мін тұр. Каспий Pay арқылы 24-9-да алынған чек мін тіркелді. Болды, бізде осымен жұмыс аяқталды. Осылай алдағы уақытта осылай тіркейсіздер.